Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен осындай дәмді, жұмсақ, керемет булочкалар жасадым. Бұл булочкалардың дайындалу әдісін маған өзімнің енем үйреткен болатын. Енді сіздермен де рецептімен бөлісе кетейін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен қайнаған жылы суға 1 чай қасық дрожь саламыз және 1 чай қасық қант саламыз. Екеуін араластырып 15-20 минутқа дрожжымыз көтерілгенше, дәл осындай болып көтерілгенше қойып қоямыз. Бізге қажетті заттарымыз. Енді ыдысымызға сүтімізді құямыз. Сүтіміз піскен және жылы сүт болу керек. 1 литр сүтті құйдым мен. Оның үстіне қантымызды саламыз. 4 жұмыртқамызды саламыз. Және де ерітілген маргарин, пампушка мен қолданам. Соны саламыз. Және жаңағы дайындаған дрожжымызды саламыз. Барлығын осылайынан жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ұн салып, нан илейтін боламыз. Осылайынан үстіне ұн салып илесеңіздер болады. Болмаса ұнды бірінші салып алып, үстіне жаңағы сүтімізді құйып отырып илесе де болады. Маған осылай ыңғайлырақ болды. Кішкене сонда жұмсақ әдемі болып шығады. Осылайынан қатты емес, қатты жұмсақ емес, ұнды қосып отырып, осылайынан нан илейтін боламыз. Осылай шеттерін тазартып отырып, жақсылап нан илейсіздер. Бұл булочканы мен енем үйреткеннен кейін 3-4-5 рет жасадым ғой деймін. Әр кезде дұрыс шықпай, осы дәл енемдікіндей шықпай жүретін. Енді қазір толығымен мамама звондап отырып сұрап, әрдайым жақсы толық үйрендім деп айта аламын. Сол үйренгеннен кейін сіздермен бөлісіп отырмын. Осылай сұйық маймен жағып, тағы да нанды илеп жібересіздер. Мінекей, осылайынан. Жұмсағын қараңыздар, менде қатты емес, қатты жұмсақ емес. Осындай әдемі қамырымыз шықты. Енді осыны бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міндетті түрде жылы жерде болу керек. Егер сіздерде үйлеріңіз салқын болып, сондай болып жатқан жағдайда духовканы жылытып алып, қайтып өшіріп, сол жылы жерге сап қойсаңыздар, нандарыңыз тезірек көтерілетін болады. Міндетті түрде көтерілу керек. Жақсы көтерілгеннен кейін ғана уже булочкамызды жасайтын боламыз. Мінекей мен осылайынан орамалдармен жауып қойдым. Примерно 1-2 сағат тұрады. Оны қараңыздар. Осылайынан әдемі болып көтерілді менде. 2 сағаттан кейін осындай әдемі қамыр шықты менде. Енді осы қамырдан булочкаларымызды жасайтын боламыз. Кішкене осылайынан жинақтап алып, енді 50-60 грамдай осылай қамырымызды бөлшектеп дайындап аламыз. Келін енесін топырағынан деп айтып жатады ғой бізде қазақта. Келін енесіне ұқсас болып келеді деп. Маған көп адам айтады солай. Күйеуім де айтып отырады, мамама ұқсайсың деп. Ол кісі де барлығын осылай қолдан жасап, дәмді заттардың бәрін, еңбекқор кісі. Мен де енді үйге қонақ келгенде ештеңе сатып алмаймын. Тортымды барлығын өзім қолдан жасағанға тырысамын. Осындай булочкаларды жасаймыз қонақ келген кезде. Бүгін енді арнайы сіздер үшін жасап отырмын. Қараңыздар, мен де осылайынан бөлшектеп алдым, бәрін домалақтап, енді тағы да көтерілгенше 15-20 минутқа осылайынан қойып қойдым. Мінекей бізде әдемі болып көтерілді. Енді осылай қолмен жайсаңыздар болады. Егер қамыр жабысып жатса, қолдарыңызды сұйық майға батырып алып, осылай жасайсыздар. Мұнда мен начинка салдым. Начинкасы бұл жерде мен алманы блендердан өткізіп, соны салдым. Ол да керемет дәмді болады. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салмасын салсаңыздар болады. Міне мен сіздерге бүгін 3-4 тәсілімен көрсететін болам. Булочкаларымызды түйудің. Мінекей дәл осы видеодағыдай қарап отырып жасасаңыздар, сіздерде міндетті түрде әдемі, жұмсақ
және де дәмді булочка шығатын болады. Міне мынау екінші тәсілі. Бұны да сол мамам үйреткен маған. Қарап отырып сол кісіден үйрендім осыларды қалай жасауды. Міне қараңыздар, осылай төртке бөліп, осылайынан жинап қоясыздар. Бұл да бір өзіндік ерекшелігі бар. Ішінде начинкасы болады. Тоже әдемі көрінеді. Начинкамен жасап болдық. Енді осылайынан басқа үшінші тәсілін көрсетейін. Қолмен жайсаңыздар болады, оқтаймен жасаңыздар болады. Міне біріншісіне осылай мак септім. Бір жарым чай қасық салып, осылайынан орап, дәл видеодағыдай жасасаңыздар әдемі шығады сіздерде. Және міне пышақпен кесіп, жүрекше жасаймыз. Осылайынан. Екіншісін мен күнжутпен жасадым. Өздеріңіз қалауларыңызға қарай не сепкілеріңіз керек, солайынан жасасаңыздар болады. Күнжутпен жасадым. Дәл осылайынан 1-2 чай қасық салып, орап, кесіп, жүрекше жасаймыз. Үшіншісіне мен таза қантпен жасадым. Солай болады, және де үшеуін араластырса болады. Мак, күнжут, қант үшеуін де араластырып, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай сала бересіздер. Бәрі де әдемі шығады. Қантпен жасайтын тәсілі дәл солай орап, кесіп, жүрекше жасаймыз. Мінекей енді бұл тоже төртінші тәсіліміз. Осылайынан орап алып, бір қолымызды жоғары, бір қолымызды төмен, осылайынан ширатамыз. Бұлайынан ұштарын біріктірген кезде қамырымыз ширап, әдемі дөңгелекше форма пайда болады. Мінекей, дәл осы видеодағыдай қарап жасасаңыздар, міндетті түрде сіздерде әдемі шығады. Қараңыздар. Әдемі болып шықты. Мінекей жасапта болып қалды. Сонда менде 1 литр сүттен 40 штук булочка шықты. Сіздер қалауларыңыз бойынша көбейтіп или азайтып жасасаңыздар да болады. Мына енді міндетті түрде жұмыртқаның сарысын осылайынан булочкаларымыздың бетіне әдемілеп пешке салардың алдында осылайынан жағып шығамыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып алу керек. Міндетті түрде қызып тұрған пешке салу керек болады. Сонда бір салғанда булочкаларымыз 20-25 минутта піседі. Мінекей барлығына осылайынан жұмыртқаның сарысын жағып шықтым. Мінекей қараңыздар, барлығы осындай әдемі болып шықты. Пешке де қызып тұрған пешімізге салдық. Әдемі болып қызарғанша пісіреміз осылайынан. Енді піскеннен кейін бетіне осылайынан сұйық майды жағамыз. Әдемілеп осылайынан жағып шығамыз.
Мінекей достар, біздің булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп тіркеліп, достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге рахмет айтамын. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.